енгізілген төтенше жағдай режимі өз нәтижесін берді. Бүкіл еліміз бойынша конституциялық заңдылық орнатылды. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу. Армысыздар, кеші жарық ешкісі арық ағайын. Бұл не дейді арнасы? Мен Думан Мұхаммед Кәрім. Бұл тікелей эфир емес, өйткені мұнда байланыс жоқ. Мен сол Қарасай ауданында міне Кемертоғанға келіп едік. О жердегі азаматтармен кездесіп біраз әңгіме дүкенін құрып, барлығымыз жиналып, мынау Алашорда саяжайына келдік. Саяжай кооперативтері Алматыдан шалғай жатқан елді мекендерге дейін бар. Қайдағы саяжай деп ойлайсыз? Өзіміздің қарадомалақтар келіп, үй салып алған 6 сотық жерден алып, 10 сотық жерден алып, бірақ не ауыл мәртебесі жоқ, не қала мәртебесі жоқ, не жол жоқ, не мектеп жоқ, қысқасы жоқ нәрседен көп жоқ. Енді осы жерде мен тікелей эфир өткізіп, бұл кісілердің сұхбатын жүктейін деп едім, алайда интернет жоқ екен. Бұл да жаңағы көп жоқтың ішінде. Бұл кісілердің шырылдатып айтып жүрген жан айқайы, жан жаққа айтылған көптеген телеарналарға сұхбат берген, алайда қиып тастап көп нәрсені бермеді дейді ағайын айтады. Оның үстіне облыс әкімдері естісе де естімегенсіп отырады. Жоғарыдағы басшылар, президент әкімшілігі, Ақорда, Қасым-Жомарт Тоқаев естісе де естімегенсіп отырады. Мұндай мәселе бүкіл елімізде бар. Енді осы кісілермен кездестім, мен өзімнің үгіт насихатымды жүргіздім. Мен неге депутатқа түсіп жатқанымды айтып түсіндірдім. Осы мәселені көтеріп жүргенімді, бұл жаңа саяжай мәселесі менің негізгі бағдарламаларының бірі екенін айттым. Қысқасы қолдау тауып жатырмын, шүкір. Енді осы кісілермен қазір арнада арнайы сұхбат жүргізіп, соны артынан қимай толықтай жүктемекпін. Ата-аналарына өліп қалған балдарын соттады деген. Маған жол 18 сағатта үйреніп қалған мен. Қаңтарда қайтыс болған балдарын соттады. Өлген адамның анкетке жасады. Ортасында жүрген кім? Думан. 25 октябрь қазақ халқы жүріңдер. Қаңтардың спрос жасайық мына биліктен. 25 октябрь күні алаңда болам мен деп айтқаныңыз Думан. Біз қолдаған жүрмей қасында тұрамыз. Ағайын, мұнда байланыс жоқ екен. Не бірде-бір ұялы байланыс жоқ. Сондықтан тікелей эфир жасау мүмкін емес. Мен мұны осыны түсіріп алам. Артынан толықтай жүктеймін. Бүгін шамамен 1-2 сағаттың ішінде шығады. Сілтемесін салып жіберем, өздеріңіз немесе не дейтке кірсеңіздер болады. Енді қысқа нұсқа 2-3 адам осы жердегі ең басты мәселелерді айтып жіберсеңіздер, қайсысың? Бірінші проблеманы айтып тұрсыз ғой, интернет мәселесі. Мысалы, қазір өзіңізді таныстыра кетіңіз, аты жөніңіз, сосын айтып берсеңіз. Мен аты жөнім Базаркулова Сәулесі, Қарасай ауданы Кемертоған ауылының тұрғынымын. Алматыдан 15 минуттық жерде тұрамыз. Сонда біз былайша айтқанда байланыс аясынан тыс жердегі ауылдың біріміз. Бізде не интернет жоқ, интернет тұрмақ, связь жоқ, бір-бірімізге хабарласып сөйлесе алмаймыз. Скорый шақыру үшін бізге мұң, анада магазин бар ма, басқа жер, қай жерден связьді табамыз, сол жерге барып шығып хабарласып, скорыйды сол жерден қол бұлғап шақырып аламыз. Үйдегі ауырып жатқан адам бар. Өзін-өзіміз таба алмайды. Үйде отырып біз хабарласа алмаймыз. Неге деймін да, неге? 15 минуттық жерде тұрамыз Алматыдан. Түсінікті. Сіздерде газ мәселесін айтайыншы. Біз аты жөніңізді айта салыңыз. Гүлжанат Асқарова, осы ауылдың тұрғынымын. Бізге мына біреу жерге дейін газ келіп тұр. Ана бір жерге дейін газдың тұрбасы. Былтыр енді мен мына көшеде тұрамын. Былтыр біз 5 үй газ қостырайық дедік. Сонда бізге 411 мың екен қостыру газ. Содан кейін келіп өлшеді, мына көшеден келетін труба мысалы үшін тегін болу керек қой. Ол мына жерге жолға тегін келіп тұру керек. Бірақ алды да есептеді де 4 үй қостырасыздар, үстінен тағы да 150 мың. Сонда 561 мың теңгеге газ қостырамыз. Оны одан кейін 4 ай күтеміз. Содан кейін пешіміз бар, алатын, қостыратын адамдар бар. Сонда миллионға шығып кететін болып тұр ғой бір үй. Еще тарифте қымбат. Миллионнан асып кететін болып тұр, оның өзі келмей жатыр. Оның өзі келмей жатыр ғой, міне, соны былтыр қостырайық дегенбіз, 4 үй жиналып.
сол қоспай қойды. 150 мың үстіне төлейсіңдер дейді. 411 мыңды теңгені таба алмай отырған адам үстінен қайдан 150 мың теңге табады мысалы үшін? Бәрінің қазір жағдайы жоқ, бәрі қымбатшылық мысалы үшін. Содан кейін светтің тарифі мысалы үшін 28 теңгеден 32 теңгеге дейін төлейміз тарифті. Ол жеке меншік. Содан кейін суды айына 1500 болған, міне жаңа жылдан бастап 2000 теңгеден төлейміз әр үй. Ол счетчик деген ол қойылмайды, ол бәрі жеке меншік. Соған төлеп жатырмыз. Иә? Міне жолдың сиқы ол, жолдың сиқын айтпай қой ол. Бәр жердегі проблема жолдың сиқы осы міне. Балшық, қайта сіздер жақсы кезде келіп тұрсыздар. Жолдың әйбет кезінде. Жақсы, рахмет. Ақсақал, өзіңіз таныстыра кетсеңіз? Мен сөйлемей қойын. Сөйлеу білмеймін. Анау қыздарға бер. Жақсы. Мен айта беріңіз, аты жөніңізді айтып таныстыра кетіңіз. Менің аты жөнім Жасанбаева Айгүл, осы Кемертоған ауылының Қарасай ауданы Кемертоған ауылының МТФ-да тұрамыз. Менің айтайын деп тұрған мәселем, бірінші, мына біз жер актісімен тұрмыз ғой. Жер актісімен тұрмыз, үйіміз баста рұқсат берген, мына документ бәрі реально, зеленый, сала беріңіздер деп, осы Қарасай ауданының әкімшілігі, кәдімгі жер бөліміндегі жігіттер солай деген. Енді сіздердің жерлеріңіз красный, через сот арқылы жасайсыз документ деп, әкімшілікке бар документ тапсырсам, маған солай деп тұр. Ол қалай, ол баста красный болатын болса, неге зеленый қылып береді бізге, сала беріңіздер тамды, добро деп, енді келіп анандай әңгіме айтады. Енді сотқа жүгініңіздер дейді, сотқа да жүгінген жоқпын, әкімшілікке де арман қарай документімді барғанымда жоқ, ренжігенім сол. Енді арман қарай осы мәселені бірінші очерт біз еріккенен салған жоқпыз ғой, тамды өзіміз тырнақтап жинап, еңбегімізді күні түні бала шағамыздың аузынан жырып салған тамымыз, мысалы, сатып алған жеріміз. Сол бірінші очерт сол бізге үйдің құжатын кәдімгі реально документтерді дайындауға көмектесулеріңізді өтінеміз. Менің есімім Кенже Кәкімбекұлы. Осы Алашорда саяжайының тұрғынымын. Біздің енді мына сұрақ болғанда негізі бағыт-бағдар беріп, қай жағынан айтатынымызды сұрақ қойсаңыздар болатын еді. Оған қазір мен общий айта кетейін. Негізі белгілі болып жатыр. Қазір мына осы Алашорда саяжайы жаңа байқап жатырмыз ғой. Бәріміз де білеміз, саяжай болғаннан кейін ол бөлек мемлекет сияқты, бөлек председателін сайлатып, бұрыннан келатқан жаңағы кеңес одағынан бері. Енді қазір осының түп тамырын қалай жою деген мағыналар міне өте тұр. Өткен себебі біз осыдан 2 күн бұрын ғана Евразия каналынан шақырып отырып, адам құсап, осында мұң-мұқтажымызды айтып, жоғары облыс әкіміне, райондық әкімдерге өтінішімізді айтып жаттық. Сол кездегі эфирдан өзіміне кеше ғана көріп отырмын өз көзіммен. Эфирдің аяғындағы қаскелең жаңағы акиматтан жауап беріп жатқан кезде айтуға да ұят. Өз қотырларыңды өздерің қасыңдар, сендер дачный массивтер бөлек. Біз сендерге ештеңе суыңды да шығарып бермейміз, светін тартып бермейміз деген сияқты сондай әңгімелер. Сонда менің бір айтайын дегендегі сол сөзім, ана эфирде көрінбей қапты, мен өзім байқадым. Біз жер сол саяжай болып тұрғанның өзіндегі, соның бетіндегі тұрып жатқан халық. Біз негізі Қазақстан Республикасының мемлекеттік, допустим, біздің байлығы халық қой. Біз сонда біз ана жердің бөлінген жер телімі ғана саналады, қалған үстіндегі дачадағы тұрып жатқан халықтың біздің керегіміз жоқ деген сияқты әкіметтің осындай бізді итеріп тастайтын уәждері бізді қатты қынжылтады. Осы саяжайда тұрып жатқан қаншама халық, бала шағаларымен сонда біз адам емеспіз ба? Біздің құндылығымыз да мемлекеттік құндылығымыз бірінші адамзат, халық болуымыз керек. Бірінші, ең басты біз. Сонда біз басындағы үстінде тұрған біз керек жоқпыз ба? Біздің қатты жанымызға батырып жатқан осы. Халықтың атынан, өзінің атынан да өтініп болса сұрайтыным. Рас, бұның шешімі қашан табылады? Мен бір өзім ойлап көрем, егер акиматтықтарға, отырған жаңа шенеунік мырзаларға жарайды КСРО кезіндегі болған нәрсе, қазір соны тоқтатуға неужели болмайды? Онда жер саяжай болған жердегі бөліп берген жерге халыққа берген. Онда бермей қойсын. Егер халық өзі бәрібір күнін көре алмайды. Саяжайдан кім жер алады? Саяжайдан жағдайы нашарлау, енді кішкене семья болып жатқан, енді күнімді көрейін, үйімді салып алайын деп жатқандар келіп тұрады. Ал енді суын, светін тарттырып, қымбат, бәрі қазір туы, бәрі частный. Ал енді мемлекетте
биліктен, акимат жағынан бір ауыз сұрап, жалынып, біз мінетсіне отырған жоқпыз, істеп беріңіздер деп. Мемлекеттік бюджеттен средства бөлінсін деп жатқан жоқпыз. Қайта бір көмектеріңізді беріңіз дегенде жылы сөз ести алмаймыз. Өз отырған өздерің қасы деген біздің қатты қынжылтатын нәрсе осы. Менің күйіп жүргенім осы халқым үшін, ауылым үшін. Мен енді бәріне де осындаймын, ауылдың азаматтарының осымен құтылғанын, осындай дача дегеннің бәрін түгел жоғалттырып, раз шешімі табылмайтын болса, онда жаңағы полностью ИЖС қып, жаңа индивидуальный жилой сектор қып өткізіп, силовой назначениесін солай ауыстырып шешуге болады ғой. Оған қолдарынан келеді ғой, допустим, биліктің. Бұны неге істемейді? Неге халықтың осындай мұқтаждарына қарамайды? Енді жаңа көп әңгімелер айтылып кетті, мына жол, басқа жағы, оның бәрін түгел айтылды, қайта-қайта айта беретін емес. Менің ең бастысы осындай шешілмей тұрған, қолдарынан келіп шеше алмай жатқан нәрсені шешетін азаматтар шығып жатса, билікке жоғары солар жүріп жатса, солардың артынан жүрсе, халықты жылатпаса, біз сол өтінішіміз сол. Сіздерге сол үшін ғана сенеміз. Жақсы. Көп рахмет. 6 метріміз біздің саяжай. Міне, қарап отырсаңыз осыда, міне, сондағы бөліп тұрған 6 метр. Сондағы қарап отырсаңыз 160 үй. Шынын айтқанда, 160 үйді неге Кемертоған ауылына кіргізе салғанға не жетпейді? Міне, әңгіме сода жатыр да. Сонда бөліп отқан бұларды 6 метр да. Болды, басқа әңгіме жоқ. Аты жөніңізді айтсаңыз. Менің есімім Әсет Оналбаев болады. Осы Іргел округінің тұрғыны болам, қоғам белсендісі болам. Енді бағанадан айтылып жатқан мәселелердің бірі қаңғыбас иттер. Жедел жәрдем келмейді, ұялы байланыс жоқ, ал қаңғыбас иттер мұнда өріп жүр. Мына апамызды былтыр тонап ит талап кете жаздаған екен, е? Аты жөніңізді айтасыз. Саламатсыздар, Нағымбаева Анар, Нұрақын қызы, осы Кемертоған тұрғынымын. Мысалы, қыста мен ит қуалады. Кет десем ол ит кетпейді. Сонда итке таланып өлуіміз керек пе, әлде бір елдердің итін байлау керекпіз ба? Мысалы, өзімді қорғай алмасам, мысалы, мен иттің құрбаны боламын. Сол себептен иттің иелері өзінің итін байлап, мысалы, Азанғалтта, мысалы, мен итпен алсам әлі жұмысқа барам ба? Мысалы, мен бала шағам бағу үшін, мысалы, Азанғалтта кетем, амал жоқ. Сол үшін итті кішкене қадағалап елдер, сағат 6-та елдер жүреді деп байлап қойса, бізге де тиімді, өздеріне де тиімді. Ешкім итке таланбайды, ешкім арам өлмейді деп ойлаймын. Жоқ, шындық қой бұл. Иттерін байласын әркім. Бақты ма, асырады ма? Үйдің қорғаншы болып бағалады ма, сол итті байласын. Болды, мен айтарым. Жолды жөндесін. Жақсы, рахмет. Бекен Сәпекен Зекенұлы. Мен осы Кемертоған ауылының тұрғынымын. Бұл жерде енді біздің жолымыз, газымыз қымбат, светіміз қымбат. Енді сол жағына көмек болса деп ойлаймыз. Рахмет, рахмет. Жақсы. Иә, міне қызық, Алаш Орда деп аталады бұл саяжайдың атауы. Ал енді жаңағы қаңғыбас иттер мәселесін, жол мәселесін, мектеп балабақшаны сұрап жатқан жоқ, бар жоғы біздің құжаттарымызды реттеп беріңіздер. Ауыл мәртебесі берілсе, барлық мәселенің шешілетін бұл кісілерде біліп тұр. Ал енді ана қаңғыбас иттерге қатысты Алматы әкімінен көмек сұрасам деп едім. Анауға ит мысықтармен сөйлесіп профилактикалық әңгіме жүргізетін сіздің супер полицейіңіз бар еді ғой. Сол кісіні жіберіңізші, мына жерде қаңғыбас иттермен бәлкім келіссөз жүргізер ме екен. Ойланып көрсін, Алматының әкімі Алматы облысына бір-екі жаңағы келіссөз жүргізетін полиция қызметкерлерін жіберсе екен. Ал енді осы Кемертоған тұрғындары және Алашорда саяжайының тұрғындарымен ұзын сонар енді 1 сағаттан астам кездесу өтті. Негізгі мәселе сайлауға қатысты айтылды, тәуелсіз бақылаушы болуға шақырдық. Бұл жерде қолдаушыларымыз бар шүкір. Өйткені қазақ оянды, бәріміздің көзіміз ашық. Бұл билікке дауыс ұрлатпаймыз, өздерінің көздеген кандидаттарыңды өткізбейміз. Біз өзіміздің тәуелсіз кандидатты таңдаймыз деп жатырмыз. Сіздерде де әрқайсыңызды тәуелсіз бақылаушы болуды және тәуелсіз кандидаттарға дауыс беруге шақырамын. Әрқашанда бірге болайық. Кеші жарық, ешкісі арғағайын. Енгізілген төтенше жағдай режимі өз нәтижесін берді. Бүкіл еліміз бойынша конституциялық заңдылық орнатылды. Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу.